Заитов келесі жылдың қаңтар айынан бастап 85 мың теңгені құрайтын елдегі ең төменгі жалақы туралы мәселені көтерді. Мәжілісмен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Назгүл Сағындықоваға олардың ведомствосы орташа отбасының өмірі үшін 85 мың теңге жеткілікті деп қалай мәлімдей алатынын түсіндіруді талап етті. Әрине сіздердің мына ертегі ұқсас есептеріңіз әдемі, триллион, миллиард деген. Мен ондайға тілі келмейтін сайлаушылардың сұрағын қойғым келіп отыр. Нақтылы барлығыңызға негіз бұл сұрақ, бірақ нақты жауап беру. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Сағындықова Назгүл Ерікқызы бар ғой осында. Өте қуаныштымын. Қолыңызда қаламсап пен парақ болса алсаңыз жақсы болатын еді. Мен сізге цифрлар келтірейін. Өйткені сіздер цифрды жақсы көресіздер. Бұл қарапайым арифметика. Орташа статистикалық отбасының бір айлық шығындары. Сіздердің министрлік ең төменгі айлық 85 мың теңге деді. Сосын қызармай бір министрдің орынбасары ол жетет күн көруге деді. Ренат Заитов 5 адамнан тұратын қарапайым отбасы айына қанша ақша жұмсайтынын есептеуді ұсынды. Депутаттың есептеулері көрсеткендей бір айда Қазақстандағы отбасы тек қажетті тауарларға 250 мың теңге жұмсау керек. Сондықтан Заитов Қазақстандағы ең төменгі жалақы айына 300 мың теңге болуы керек деп санайды. Енді мен сіздерге арифметика көрсетейін. Мысалы, 5 адамнан тұратын отбасы, жанұя. Әкесі театр қызметкері, инженер, алатын айлығы 115 мың теңге. Шешесі кітапханашы, сіздердің жететтеп отырған 85 мың теңгелеріңізді алады. Бірінші балалары студент, Құдайға шүкір, грант оқиды, бұл біздің мемлекеттің игілігі беріп отырған. Екінші баласы мектепте 6 сынып оқушысы, үшінші баласы балабақшада, мемлекеттік балабақшада. Жалпы отбасының табысы айына 200 мың теңге. Енді бір ай көлемінде қажет болатын шығынға азық-түлік, коммуналдық төлемдер, кредит, балабақша және тағы басқаларын нақты келтіріп берейін. Азық-түлік себебі 55.615 мың теңге, кредиттік төлемдер 80.500, қосу 25.105.500, жол жүру шығындар 21.600, коммуналдық төлемдерге электрлы 27 мың, ұялы байланыс интернет тарифі 28 мың, балабақша 16.500. Жалпы шығын сомасы қанша шықты? 254.215 теңге. Енді сіздердің министрліктеріңізге үлкен сұрақ, мен бұны ашық хат қылып министрлеріңізге де әлеуметтік желіден жариялайым. Қалай есептедіңіздер және осы отбасы қалай күн көреді? Ал мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек жеке тұрғын үй құрылысына бюджет ақшасын бөлуге қатысты жобаның тармақтарын сынға алды. Халық қалаулысының айтуынша қаражат бөлінсе де қазақстандықтар учаскелерді ала алмай отыр. Жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін мынау жерлерге инженерлік құрылымдарды өткізу үшін ақша бөлгесіздер. Бірақ та сіздердің мынау бөлген ақшаларыңыз статистикасы менің статистикама сәйкес емес. Менің ақпаратымды 3 министрлік ресми түрде жауап берді. Ал сіздердің мынау республикалық бюджетке ресми түрде енгізген құжаттамаларыңызда тіпті басқа статистика. Осыған қалай жауап бересіздер? Депутаттың айтуынша мемлекеттік қаржының нақты қайда жұмсалғанын анықтау үшін бас прокуратураға жүгінген. Қадағалау органы қазір 8 облыстың солтүстік Қазақстан, Батыс, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Жамбыл, сондай-ақ Түркістан облыстарының әкімдіктерін тексеруде. Депутат аталған өңірлерде 26 миллиард теңге үсті-түссіз жоғалып кеткенін айтады. Я здесь усматриваю хищение бюджетных средств. Мен мұнда бюджет қаражатын жымқыруды көріп отырмын. Қазір мен республикалық бюджеттің статистикасымен таныстым, және онда жыл сайын 47 мың жер учаскесі көрсетілетіні анықталды. Ал менің статистикамда 3 вице-министрдің жазбасы жауаптарымен расталған. Олар өз жер учаскелерін ала алмай отыр. Біз парламенттік тергеу жүргізетін боламыз. Біз қазір әр баланың қалтасына қол сұғып жатырмыз. Депутат Берік Бейсенғалиев ұлттық қордың жай күйіне алаңдаулы. Ұлттық экономика министрлігі келесі жылы ұлттық қордан 4 триллион теңгеге жуық қаржы алып әлеуметтік жобаларды жүзеге асырмақшы. Оның ішіне жол жөндеу, жылу желілері және басқа да мәселелер еніп отыр. Естественно, когда каждый год Әрине, біз жыл сайын бюджеттен қаражат аударған кезде ұлттық қордың активтері азаяды. Бұл инвестициялық кірістің көлеміне әсер етеді. Сонда жыл сайын біз 24 жылдан бастап Қазақстандағы 18 жасқа дейінгі әрбір баланың қалтасына қол сұғамыз. Ұлттық қордың қазіргі активтері 60 миллиард долларды құрайтыны хабарланды. Ал 2028 жылы онда кем дегенде 90 миллиард немесе шамамен 40 триллион теңге болуы тиіс. Ақнұр Қайырбек, Асар Ербуан, Первый Северный телеарнасы.